жалпы орта білім мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Балтабай Ақбаян. Бүгінгі менің қорғайтын жобам Мұқағали Мақатаев «Мәңгілік ғұмыр». Зерттеудің мақсаты Мұқағали ақын отансүйгіштік патриоттық тақырыбын зерттеу, өзіндік табиғатын даралай саралай отырып, өзге шеріне көңіл бөлу. Нағыз бақыт дегенді білім білуде, ол ғылым арқылы ғана қолға түспек. Сонда ғана ақиқаттың құпиясын біліп, қақпасын аша аласың. Оған тек ақ ниет, берік иман, таза пейіл ғана жеткізеді. Сонда ғана ақиқаттың құпиясын біліп, қақпасын ашамыз. Гипотеза дегеніміз ұрпағын иманды мұрат етеді. Бұл фәниге Алланың аманатымен келген тіршілік иесінің жан дүние тазалығын сақтауға деген тоқтамға келдім. Зерттеудің мақсаты қазіргі кезде толғандырып жүрген имандылық мәселесін көтеру бағытында 3 бөлімге бөлдім. Негізгі бөлімде Мұқағали Мақатаев айтқандай, иманы мықты елдің ұрпағы да келешегі де мықты болады деген ой қозғалатын болса, негізгі бөлімде Мұқағали ақынның отансүйгіштік патриоттық тақырыбын зерттеу. Зерттеудің жаңалығы және де жұмыстың қорытындысы мен нәтижесі. Мұқағали ақын ең бірінші алғаш рет өзін тани білген ақын. Ақынның арманы не? Ақын арманы қай жырында да өзіне тілеген жақсылығын, мейірімін басқа жандарға да тілеген. Адам теореяның белгіленген жолаушылығы ақыл ой, саналы сезім, ұшқыр қиял, биік парасаттылықпен өлшенетін болса, оның сыры ақиқат пен астарлы шындықты ашу және ұмтылу. Ал ақиқат адам болмысының ең басты мәселесі деп білемін. Өмір дегенге тілдік тәсірі жетелме ой. Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой. Бекер ғой бәрі, бекер ғой бәрі бөтен ғой. Өмір дегенін бір күндік сәуле екен ғой деп. Әр ақын Алланың алдына есеп тарағысы келетін шаққа жеткізгенін біле білді. Оның арасында Мұқағали Мақатаевты айтсақ та болады. Одан кейін Мұқағалиша толғайтын болсақ, я Аллам жаратушым, қорғаушым, өзің өмір өзің қуат қорғансың дегендей, түн маған ұйықтау үшін жаралмаған, ұйықтасын сапарларын тәмамдаған. Аузымда сапар жолы тарам-тарам, ұйықтасам барлығынан қараңғылам деген. Мұқағали арманы сол қай жырында да өзі таныған ақиқатты өзгелерге жеткізе білген ақын. Және міне, бір сөзімен Аллаға жақын болған пенде қазірде көптеген жетістіктерге жетіп отыр. Көптеген халықтың аузынан тастамай жүрген ақын деп білсек те болады. Мұқағали философиясының бір қыры Алла тану және өзін тану деп те білсек болады. Адамның миы атеистикалық уағыз бен уланған кеңістікті қоғамда жаратқан неге арнаған адамдық мінәжат, исламдық көзқарас, жыр мен тербеуге мүмкіндік тапқаны және болмысындағы кеңістік пен тереңдік. Сайтанның да күнәсіз періштенің бал мен уын талғамай неге ішкенмін, періштенің қайғысын бөліспедім, сайтан менен болса да келіспедім деген. Және де биік болса болғаны болашағым, мен аласамын, өз өмір сахнасында алған заңды билігіммен таласамын деген. Ол өзінің жыр жолдарын және де ақынмын деп халқының алдына айтуға жасқанатын ақындардың бірі. Мұқағалидің қара сөздері мен қара өлеңдері бүгінгі заманға лайықтап қайта тірілтудің өзі рухани қазынамыздың бір үлесіне қоссақ та болады. Өйткені халықтың ұлттық болмысын сақтап тұратын негізгі құндылық рухани байлығымыз. Әл-Фарабиден Абайға дейінгі тұлғаларымызда ұлттық рухани әлемімізді байытып, бір арнаға салып қана қоймай, Мұқағали ақын ұлтымыздың текті зиялыларының жалғасы деп білемін. Алла ақиқат, Аллаға сеніп өтем, адалдық пен ақиқат серігі екен. Адаспаймын, Аллама сеніп өтем, арамдыққа баспаймын, жолы бітен демекші. Мұқағали болашақтың ақыны десек, біз қателеспейміз. Халыққа, жас ұрпаққа және де жас балаларға деген өлеңдердің астарында қаншама мағыналы сөздер бар екенін білеміз. Есіне мен алғайсың деген өлеңін Фариза ақынға арнаған деп білемін. Қиналған шақта дос таба алмай, қиналған шақта Фариза ақынмен сырласа білген Мұқағали Мақатаев өлген, өмірден өткен және де қазіргі кезде өмір сүріп жүрген ақындарға және де халыққа арнаған өлеңдері өте көп. Сөз өнерін дәріппен тең көреді.
естейміз. Жүрегінің түбіне кіріп жасырмаған Мұқағали ақын Аллаға жақын болғандықтан және де Алланың мейірімі, имандылығын өзіне сіңірген ақын өзгелерге де соны сіңіру мақсатында жолдарымен жеткізіп отырған. Балалық тазалық өлді, жүректің ақ нұры сөнді, түзілмес не емес дегендей адам қателеспей қоймайды. Әр адам қателеседі, біліп те білмейді қателесіп жатады. Және жақсылыққа артқан күндерім үшін, жақсы мен жаманның жігін ажырата алмағаным үшін, бұл басымызға түскен қайғыдан айырылу үшін, денемізге дерт болып жабысқан аурудан айырылу үшін, өмір атты жаңа таңның арайлап атқаны үшін, өмірден шарт іздегенімізді тапқанымыз үшін Аллаға тәубе етеміз. Және иманымыз биік болу керек. Жас ұрпақ кінәлі, істерін тыйылып, адалдық жолын таңдауын бүгінгінің емес, ертеңгінің де нәтижесіне қалар екенін білемін. Және де Мұқағали ақын әр халықтың аузында айтылып жүргеніне сенімдім.